Армысыздар, құрметті қазылар алқасы мен байқау қатысушылары. Мен Әділбекова Жеңіс Мейрамбекқызы, бастауыш сынып мұғалімі. Менің білім жолым ұлтымыздың ұлы ғалымы Шоқан Уәлиханов атамыздың есімін иеленген орта мектепті тәмамдаудан басталды. Мен Мағжан Жұмабаев атындағы халықаралық жоғары колледжінде ұстаздық мамандықтың қыр-сырын терең меңгеріп шықтым. Алаштың ақиық ақыны Мағжан атамыз "Мен жастарға сенемін" деп жырлағандай, мен де сол үмітті ақтауға талпынған жаңа заманның жас маманымын. Қазіргі таңда номері 115-ші жалпы орта білім беретін мектепте ең жауапты да қадірлі қызмет 1-ші сынып мұғалімімін. Менің еңбек өтілім небәрі 9 ай. Бірақ 9 ай дегеніміз жаңа өмірдің дүниеге келуіне қаншалықты маңызды уақыт болса, менің де нағыз ұстаз болып қалыптасуымның және бүлдіршіндерімнің мектеп өміріне бейімделуінің алғашқы ең іргелі кезеңі деп білемін. Менің негізгі педагогикалық ұстанымым әр бала қайталанбас тұлға. Оның бойындағы жасырын талантты ояту, білімге деген құштарлығын арттыру ұстаздың басты парызы. Мен үшін мұғалім болу тек сабақ түсіндіру емес, кішкентай шәкірттің жүрегіне мейірім мен ізгіліктің, сенімнің дәнін себу. Ал осы Next Gen байқауына қатысудағы басты мақсатым жаңа буын мұғалімі ретінде өз әлеуетімді ашу, заманауи білім беру трендерін меңгере отырып, тәжірибе алмасу және креативті идеяларымды жүзеге асыру. Мен еліміздің ертеңі саналы да сауатты, еркін ойлай алатын жаңа ұрпақты тәрбиелеуге өз үлесімді қосқым келеді. Назарларыңызға рахмет.